Бәріне сәлем, менің құрбыларым, сендермен әрдайым мен, сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Бүгін біз жігіт саған ғашық болып бара жатқанын анықтайтын басты белгілер жайлы сөйлесетін боламыз. Яғни ол сені жай ұнатқаннан бастап, сені көргенде әдемілігіңнен басы айналып қалғанға дейін. Ғашықтық әрине өте бір қорқынышты нәрсе. Ол бізді есіміз сау болғанда еш жасамайтын нәрселерге итеріп жатады. Оның барлығының басты себебі сен ғашық болғандағы өзің еш басқара алмайтын махаббат гормондарының бөлінуі. Олар өте мықты болып келеді. Мысалы, дофамин, окситоцин, серотонин және адреналин. Міне, сол үшін жігітті көргенде сенің жүрегің тезірек соға бастайды. Ал осының барлығына нақты 100% сенімді болу үшін мен саған арнап жігіттің ғашық болып бара жатқанын көрсететін басты 10 белгіні анықтадым. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, сен ол үшін ерекше болып кеттің. Жігіт сен алғаш көргенде қарапайым қыз деп ойлап қалады. Ал саған ғашық бола бастаған кезде сен ол үшін ерекше бола бастайсың. Және басқа қыздармен олардың тартымдылығы екінші орынға түсіп кетеді. Жігіт олардың түрлерін де есіне түсіре алмайды. Себебі оның бар ойы сенде болып келеді. Екінші, интимдік қатынас екінші орынға түседі. Жігіт сені ұната бастаған сайын интимдік қатынас ол үшін соншалықты маңызды көрінбейді. Себебі жігіт осы орайда сенің басқа да қасиеттеріңді қаттырақ бағалайды. Мысалы, бұл мейірімділік, ақылдылық, қамқорлық дегендей және сен мақтана алатын басқа да қасиеттер. Үшінші, сен әрдайым оның ойындасың. Ол саған ғашық болған кезде басқа еш нәрсені ойлай алмайды. Себебі сен сондай кереметсің. Дәл қазір сабақта отыра бермей, сенімен кездесек қой деп ойлап жатады. Тағы да тым жиі жаза беретін болған, сенімен әрдайым көріскісі де келеді. Себебі көріскенде оның есі алып кететін алдыңғы айтылған гормондар көптеп бөлініп жатады. Ол сенімен барынша көп уақыт өткізу үшін 1001 себеп те таба алады. Төртінші, ол сенің жақсы жақтарыңды асырып, жаман жақтарыңды байқамайды. Жігіттің осы кезде көзі көрмей қалғандай болып жатады. Әрине, ешкім идеалды емес, бірақ сенің кемшіліктеріңнің оны қатты қызықтырмайды да. Себебі ол әлі артықшылықтарыңа да тоймай жатыр. Бесінші, ол кейде эмоционалды тұрақты емес. Біле білсеңдер, махаббат пен жақсы көру адамдарды қатты өзгертеді. Жігітте өзін қолда ұстай алмай сезімдеріне беріліп кетуі мүмкін. Ал соңында ол тура сығылған лимон сияқты болады. Алтыншы, сен ол үшін маңыздасың. Махаббаттың тағы да бір белгісі ретінде барлық басқа шаруалардың екінші орынға ысырылып, сенің бірінші орындағы маңыздылықта болғаныңды көруіміз. Сен оған ұнайсың және ол сенімен уақыт өткізгісі келеді. Ал қалған таныстар мен сериалдар өз кезектерін күте тұрсын. Жетінші, ол сенен эксклюзивтілікті қалайды. Жігіт қызға ғашық болған кезде сол қыздың басқа жерге барып, өзі сияқты басқа жігіттермен кездесуін қаламайды. Бұл оған ұнамай, барлық қызғаныш белгілері осыдан туындап жатады. Себебі сен жігіт үшін өте қымбатсың және ол сені жоғалтып алуға қорқады. Сегізінші, ол сені ұнататынын айтады. Әрине, көп жерлерде ұялшақтар да бар. Бірақ егер жігіт сені шынымен ұнатып қалса, онда ол өз сезімдерін саған айтуды немесе көрсетуді өзінше жөн көреді. Себебі шыдамның да шегі бар дегендей. Тоғызыншы, ол да саған ұнаған кезде. Менің ойымша, бір адам қатты жақсы көріп, екінші болса, взаимны болмаған кезде бұл мүлдем махаббат емес. Егер жігіт саған толық сенімді болмаса, онда оның саған ашуы қиын болады. Сенің жігітке деген сезімдерің болып, уақыт өте келе оның саған қызығушылығы бәрібір пайда болмаса, онда жігітті жібере сал. Ол сенің уақытыңа тұрмайды. Ал сен болсаң міндетті түрде өзіңе лайықты жанды табатын боласың. Және соңғы 10-шы белгі. Саған эмоционалды тәуелді. Нақтысын айтсам, саған жақсы болған кезде, оған да жақсы. Сенің көңіл күйің болмаса, оныкі де болмайды. Себебі оған бәрібір емес. Сенің қал жағдайың оған да әсер етеді. Оңнан бір нәрсе келгенде ол қатты қуанады. Ал керісінше болмағанда, ол да уайымдайды. Міне, эмоционалды тәуелділік деп осыны айтқым келді.
Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын, сол себепті тез лайк басып өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.